Ұлттық құрылтай қоғамдық диалогты қалыптастырудың басты алаңы. Өйткені бұл күнделікті өмірдегі мемлекет дамуындағы тегеурінді тетіктерді таразылап, алдағы даму бағыттарын айқындап беруге үлкен үлес қосты. Биыл Бурабайда өткен құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан бастамаларға қатысты сарапшылардың пікірі осындай. Әсіресе осы жолғы жиында айтылған дүниелер күн тәртібіндегі мәселелердің шешілуіне түрткі болып, басым бағыттарды нақтылады дейді мамандар. Солардың бірі ішкі саясат тұжырымдамасын бекіту ісі. Бұл ішкі саясат тұжырымдамасын бекіту, бұл мемлекеттің ішкі саясат саласындағы жұмыстарды жүйелеу, бір таразыға салу, соны жаңағы армен қарай осы елдің дамуында ұтымды қолдана білу деп есептеуге болады. Ұлттық құрылтайда көтерілген мәселелер ұлтты біртұтас идея шеңберінде топтастыру, жаңағы елді бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы жаңағы мемлекеттің өрелі істерінде осы қажыр қайрат ретінде білдіру болып табылады.